Ислам ең қатты жарнамалатын нәрсе қоғамда. Оны жарнамалайтын сізсіз. Не дұрыс емес, не дұрыс, не керемет нәрсе болып жарнамаланып жатқан нәрсе де. Бізде жаңағы аяғыңды біреу басып кетсе, алдында көлік қиып кетсе, басқаша сөздер шығып жатады ғой бізде, дұрыс па? Сонда дінді мен діннің мінезін қашан тарата аламыз? Мінез, біліңіз, бұл дін, характер, бұл мықты нәрсе. Олай болса, дінді жарнамалайтын нәрсеңіз не? Адамдардың арасында мінез. Құлдың мінезі. Қандай құл? Аллаға ғана құл болған мінез. Свободный, түсініз бе? Тәуелсіз. Біреу итеріп кетсе де еш нәрсе қозғай алмайды, түсінеді адамды. Жауап қайтарып, эмоция жасап, жүйке тоздырмайды. Алладан басқа ешкімнен қорықпайды. Оны ол жерге дәлелдемейді. Не деп тұрсың сен, ей? Дегендей нәрселер жоқ. Алла Тағаланың тәрбиелеп жатқан үмбеті көрінеді.